Сәлеметсіздер ме балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Шынықсаң шымыр боласың бөлімінің заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбының жалғасы, яғни 41-ші сабақ. Балалар, заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Жасыл, терең, кең деген. Ендеше балалар, оқулығымыздың 91-ші бетін ашайық. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Ескен Елубайдың өлеңін, яғни спорт үйірмесі өлеңін түсініп оқиық. Мектепте ашылып, спорттық үйірме, жатырмыз жазылып. Кім қайда барады, қай спорт түріне, барса топ жарады. Бекенге бой ұзын, баскетбол қолайлы, деп шештік ол үшін. Бөкенге баяғы, жүгірген ыңғайлы, ұзын ғой аяғы. Секенге сүйікті, күрескен оңтайлы, сыбанып білекті. Ал бокслайық, Сәкенге бұзақы, өзі тұр сұранып. Төкенге дембелше, штанга келеді, қара күш дем берсе. Бар мұның талабы шахмат ойнауға, тек Төкен жарайды. Балалар, өлең не туралы? Өлең неліктен спорт үйірмесі деп аталған? Балалар, өлең мазмұны бойынша мектепте қандай спорт үйірмелер бар екенін айт. Өзің қандай үйірмеге қатысар едің? Қане ойланып көрейікші балалар. Мен сендерге ойлануға уақыт берейін. Қанеке? Ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Өлең не туралы? Әрине, өлең спорт түрлері туралы. Неліктен спорт үйірмесі деп аталған? Себебі спорт түрлеріне арналған үйірмелер бар. Мектепте күрес үйірмесі, шахмат үйірмесі, баскетбол үйірмелері бар. Өзің қандай үйірмеге қатысар едің? Сендер әрине шахмат үйірмесіне, немесе баскетбол үйірмесіне, футбол үйірмесіне, күрес үйірмесіне деп жазар едіңдер, балалар? Әрине, мен сендердің дәл солай жазатындарыңа сенімдімін. Ендеше келесі тапсырмаға өтейік. Балалар, жұмыс дәптеріміздің 39-шы бетін ашайық. Екінші жаттығуды көркем, сауатты, таза жазайық. Спорт, баскетбол, волейбол, бокс, штанга, шахмат деген сөздерді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Келесі тапсырма. Үшінші жаттығу. Балалар, жаңылтпашты жатқа жаз. Заттың сынын білдіретін сөздердің астын сыз. Оларға сұрақ қой. Балалар, қанеке жаңылтпашты жаттап көрейікші. Мәселен, міне, доп деп 3 рет айтылған, яғни доп, доп, доп деп 3 рет айтамыз. Қызыл, жасыл, көк. Яғни көз алдымызға қызыл, жасыл, көкті елестетеміз. Қызыл, жасыл, көк. Қайтадан тағы да доп, доп, доп деп 3 рет айтамыз. Бұдан кейін, бұдан жүйрік жоқ деп жаттап аламыз. Яғни, жүйрік атты көз алдымызға елестетсек болады. Біз осы тәсілді қолдансақ, тез жаттап аламыз. Ал енді айтып көрейікші. Доп, 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 қызыл, жасыл, көк. Доп, 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 бұдан жүйрік жоқ. Жарайсыңдар, балалар. Міне жаңылтпашты тез жаттап алдыңдар. Енді оны жатқа көшіріп жазамыз дәптерімізге. Үшінші жаттығу дәптеріміздің 39-шы бетінде.
Ал енді заттың сынын білдіретін сөздердің астын сыз дейді. Ойланып көріңдерші қане. Ал балалар, ойланып болған болсаңдар тексеріп көрейік. Заттың сынын білдіретін сөздердің астын сызуымыз керек, және оларға сұрақ қоюымыз қажет екен. Демек, бұл жерде қызыл, жасыл, көк деген сөздер заттың сынын білдіретін сөздер, Сұрақ қандай сұрақ болады? Қызыл, жасыл, көк дегенге қандай деген сұрақ қоямыз, Яғни бұл заттың сынын білдіретін сөздердің сұрағы. Жарайсыңдар. Сендер де дәл осылай жазды деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 4-ші жаттығу. Балалар, суретке мұқият қараймыз. Және осы сурет бойынша әңгіме құрайық. Әңгімеде заттың сынын білдіретін сөздерді пайдалану керек. Қанеке, ойланайықшы. Жақсы, ендеше тексеріп көрейік. Спорт әрбір адамның денсаулығына жақсы әсер етеді. Сол спорт ойындарының бірі теннис ойыны. Теннис ойыны мынадай қасиеттерді дамытуға көмектеседі. Яғни жігерлік, қайрат, тез шешім қабылдау және күш-қуат. Айгүл мен Айбек теннис ойнағанды өте жақсы көреді. Олар үнемі жарыстарға қатысады. Олар үздік ойыншылар. Балалар, сендерді дәл осылай әңгіме құрады деп ойлаймын. Және де әңгімеде заттың сынын білдіретін сөздерді пайдаландыңдар. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. 5-ші жаттығу. Балалар, мына төменде берілген өлеңнің ұйқасын табуымыз қажет. Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір. Не болуы мүмкін, балалар? Ойланып көріңдерші. Ұйқасы не болуы мүмкін? Өзі сылдырлап жатса, таудан құлап жатса, және ол ағып жатса, не болуы мүмкін ол? Әрине, мөлдір бұлақ болуы мүмкін. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Балалар, сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінген болсаңдар, жасыл түспен түсінген сияқтымын дейтін болсаңдар, сары түспен мүлдем түсінбедім дейтін болсаңдар, қызыл түспен дәптеріміздің бұрышын бояймыз. Әрине, мен сендердің барлықтарыңды түсінді деп ойлаймын. Егер түсінген сияқтымын, мүлдем түсінбедім дейтін болсаңдар, осы сабақты басынан бастап көрсеңдер болады. Жарайсыңдар, балалар. Рахмет. Сау болыңдар.